Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақта видеопад видео редакторымен танысатын боламыз. Әрбір суреттің бірінші әріпін пайдаланып, сөзді тауып жазып көріңіз. Жақсы, жазып болсақ, әрі қарай сабағымыздың мақсаты. Бүгін біз суреттерді бейне жолақты сандық түрде сақтау арқылы қарапайым видеолар жасауды үйренетін боламыз. Бейне жазба дегеніміз бейне және дыбыстық ақпаратты жазу. Бізге видео жасау үшін қажетті құралдар мен құрылғылар. Бізге бейне камера қажет болады, фотоаппарат, ұялы телефон және видео редактор қажет болады. Компьютерде видео жазу және өңдеуге арналған программалардың түрлері өте көп. Солардың ішінде видеопад редакторына тоқталамыз. Видеопад редакторының терезе элементтері. Бірінші мәзір жолағынан тұрады. Одан кейін құралдар тақтасы, файлдар тақтасы, алдын ала қарау тақтасы, уақыт көрсеткіші және видео жазба және аудио жолынан тұратын болады. Енді біз осы видео жасау үшін бізге ақпараттар қажет болады. Сурет немесе дайын бейне жазбалар барлығы қажет болады. Егер оны біз интернеттен алатын болсақ, қалай жүктеп аламыз? Соны көрсеткім келіп тұр сіздерге. Біз іздеу серверлеріне, мысалы, Қазақстан табиғаты туралы суретті іздейтін болсақ, Қазақстан табиғаты фотолар деп іздейміз. Соның ішінде картинки бөліміне өтеміз. Картинки. Онан кейін өзімізге ұнаған бір суретті ашамыз да, ұнаған бір суретті ашып, үстінен басып, сол суреттің үстінен тінтуірдің оң жағын басамыз. Сол жерде сохранить картинку как деген команданы басамыз. Бізге қай жерге сақтаймыз, сондай терезе шығады. Біз қайда сақтайтынымызды көрсетіп аламыз. Рабочий стол. Мысалы, мен табиғат деген бумаға сақтаймын. Сақтайтын суретімнің атауы тұрады және оның форматы, JPEG форматында сохранить. Менде сақталды. Сақталғаны мына жерде көрініп тұрады. Келесі тағы да бір суретті сақтап көрсетейін. Үстінен басамыз. Сол суреттің үстінен тінтуірдің оң жағын басамыз. Сол жерден сохранить картинку как деген команданы қолданамыз және рабочий стол жұмыс үстеліндегі табиғат деген буманы ашатын боламыз. Сол жерден сохранить деген батырманы басамыз. Бізге тағы да екінші суретіміз жүктелді. Енді видео редакторымызды, видеопад редакторын іске қосамыз. Жаңа жоғарыда сіздерге айтып өткенімдей, мынау бірінші жолақ, бұл меню жолы. Одан кейін құралдар тақтасы. Құралдар тақтасында добавить файл құралы арқылы біз осы жасайтын видеомызға суреттерді, видеоларды барлығын осы батырма арқылы әкелсек болады. Мысалы, добавить файл арқылы мен қазір сақтаған суреттерімді әкелейін. Мен оны рабочий столға, оның ішінде табиғат деген бумаға сақтадым. Міне екінші суретім келді. Открыть деймін. Менде видео жасауыма екі сурет болды. Одан да көп суреттерді сақтауға болады. Енді осы суреттерді мына видео жолаққа қалай әкелеміз? Қазір менде мына жерде тек бір сурет тұр, Ал енді мынаны әкелу үшін, екі суретті қатар әкелу үшін, осы суреттің үстінен бір рет шертемін. Сосын пернетақтадан Ctrl пернесін басып тұрып, тағы да қажетті суреттің үстінен басамын. Сосын осыны видео жолаққа әкеліп орналастырамын. Менде екі суретте видео жолаққа әкеліп орналасты. Енді осы жасалып жатқан видеомды мына жерде ойнату батырмасы арқылы көруіме болады. Немесе қажет емес болса тоқтатып қоюыма болады.
Енді біз осы жасап жатқан видеомызға мәтіндер жазып қоюымызға болады арасына. Мысалы, табиғат деп жазып қоюымызға болады. Оның әртүрлі түстерін беруімізге болады. Фон түстерін. Бізде мәтініміз мына жерден қай жерге бастаймыз, сол жерге әкеліп қоюымызға болады. Және балалар, мына жерде құралдар тақтасында запись деген құрал арқылы біз экранды немесе компьютерімізде камера, веб-камера болатын болса, камера арқылы өзімізді де түсіріп тұруымызға болады. Яғни запись видео жасауымызға болады, запись экран жасауымызға болады, және өзіміздің даусымызды да жазуымызға болады видеоға арнап. Және видео эффектілерді қосуға болады. Видео эффектілерді жасалған. Және аудио эффектілер қосуға болады мына құрал арқылы. Мәтін жазуымызға болады. Және видеолар арасына переход жасауымызға болады. Мысалы, мына сурет пен келесі суреттің арасына переходты жаңамен таңдадым, Енді оны көргім келсе, мына жерден бұлай переход жасауымызға болады. Енді осы жасап жатқан видеомыздың бәрін видеоредакторда қалай сақтаймыз? Сақтау үшін экспортировать видео деген құралды басамыз. Осы жерден бізге бірден YouTube-қа сақтауымызға болады. YouTube форматында файл видео түрінде сақтауымызға болады. Енді оқушылар, осы көрген сабақтарыңыз бойынша өздеріңіз Қазақстан табиғаты туралы қысқаша видео жасап көрулеріңізді сұраймын.